Қараман Тайшығара. 5-ші бөлім. Көбек туралы шығарманың алдында айтылған. Ол кісі туралы қазақ даласының кез келген тұрғыны хабардар. Мұның артында үмбетей жоқ деген мәтел тек айтылмаған. Айтпақшы болып отырғанымыз Сандыбайдың Ердені Ұлытауды мекендеп, Кішітауды жайлаған. Ұлы соғыстарға қатынаспаса да, заманда ер атанған, ақылына дәулет сай. Найман елінің басшысы кезінде аға сұлтан болған, бақыт өсіп қатардан озған. Патшалы Ресейдің мемлекеттік думасына депутат болған. Патшаға адал қызмет етіп, қозғалысқа қатынаспай, Кенесханның құзырына кірмеген, бірақ қозғалыс қаһармандармен татулық сақтап, іштей тілеулес болып, астыртын жақтаған. Дала төсінің мықты алпауытын атанған өзіндік қайраткер. Ерден туралы аңыз әңгімелер мен хикаялар біршама баршылық. Жазушы Сабыр Шарипов дала оқиғаларын, ел тіршілігін суреттей келіп, Ерденге де тоқталады. Бірақ саясат қуған жазушы сырғанақ дәлелдер келтіреді. Әркімнің пікірі мен танымы әртүрлі болғанымен, Ерден дала тұлғалардың бір екені даусыз. Сондықтан оқиғаға байланысты болмаса да, ол кісі туралы бір-екі әңгімелерге тоқтауды орынды санадым. Бағы өрлеп айтқаны болып, айдағаны жүріп елдің тыныш кезінде Ерденнің есті әр баласы кенеттен қайтыс болады. Жан-жаққа ат шаптырып хабарласып арулап қояды. Алыс жақын ағайындар, қайырлас азаматтар Ерденге көңіл айтып бата қылады. Бала бауыр еті. Болашағынан үміт еткен аяулы азаматтың қазасы Ерден сықылды ірі тұлғаға қатты батып, қайғыдан бас көтертпейді. Баталастар қанша тоқтау айтқанымен жанға сүйеу, көңілге демеу болмай қайғыдан қан құсып Ерден жата береді. Азаматтың қазасын естіген қария Шоқай би Ерденге көңіл айтуға келеді. Би бас көтермей қайғының салмағынан езілген Ерденге былай деген екен: «Әй Ерден, көтер басыңды жерден. Егер осы балаң өлмесе кетіп едің кердең. Әкең Сандыбайды өлген, оны мына менің көзім көрген» деген екен. Орынды сөз Ерденнің басын көтерткен. Би Ерденнің құрметті қонағы болып әңгіме айтысып, шер тарқатысып, Ерденнің көңілін көтеріп аттаныпты. Адамның бақыты өсіп, қатарынан артқанымен онымен бақталас жандар әр уақытта болған ғой. Ондай адамдар алыстан емес, көбіне өз ағайындарынан шығады ғой. Ерденді ұятқа қалдырып сүріндіруді ойлағандар көп болса керек, бірақ олардың бақыты да, байлығы да аса алмаған. Адамшылығы төмен жұмысқа адамдар оның әйелмен көңілдес болып арына дақ салуды ойлаған. Ондай жылпостар Ерденнің жақсы көретін жас тоқалын арандатуды мақсат етіп, Ерденмен аталас дәулетті байдың мырзасы, сері, әнші, өнерлі Жұмабайды Ерденнің жас сұлу тоқалымен көңілдес бол деп қинайды. Ол да Ерденнің айбынынан сескенгенмен, жымысқылардың жылы сөзінен аса алмай менің нем кетеді? Мыналар мені Ерденнің қорғап қалар болмаса сұлу тоқалға бір түнеп, Ерденнің биігіне шығып, жарын ынтықтырып, өз құмарын қандыруды артық көрмейді. Ауылдастары Ерденнің ауылында жоқ уақытын хабарлайтын болып сөз байласады. Қыстың кезі елдің бір шаруасымен сыртқы ауылдарға белгі айтуға аттанып кетеді. 2-3 күн ел аралаған Ерден түнде үйіне қайтуды қолайлап, ас судан кейін шығып, көсем жеккен би атшысымен екеуі ауласына келсе, кермеде Жұмабай серінің қара жорға ат ақ қырау жапқан қаңтарулы тұр. Сәнді күміс ер тоқым жарқылдап, тоңған жорға басын шұлғып ойнап тұр. Мұны көрген атшы Мырзағазының тұла бой мұздап қоя береді. Қашанан жауына қатал Ерден мынандай қылықты көтер алмай жолдан тайған сұлу тоқалды, есірген сер жігітті де көз болды ғой деп мені де өлтіріп, қарға тыға салар деп терге малшына бастайды. Ереке, мен терезені қағып есікті аштырып, аттарды жайлайын, сіз дем ала беріңіз, дейді күйгелектеген атшы. Ерден: аттар суып тұра берсін, киімді мылтықты ішке кіргіз, жылынып, шай ішіп барарсың балаларға деп есікке беттейді. Менің шын өлгенім осы болды ғой деп ойлаған атшының аяқ қолы дірілдеп, шанадағы тон мен мылтықты зорға алып үйге беттейді. Ақ жібек шымылдықты түсіріп, құс мамыққа шомылған адамдай көміліп, шай көрпе жамылып, ләззат буына бөленіп, елтіп жатқан екі жанда Ерден келер деген ой жоқ. Түн ұзағын қызықтауды етті. Қағылған терезенің тықылы кезеулі мылтықтай абдыратты. Есік еткен әйел ерінің келгенін біліп, шамды қолына алып сүрініп, қабынып есікке зорға жетеді. Бірақ қорыққаннан қолы дірілдеп, есіктің ілгегін аша алмай,
иығындағы жамылған шапаны жерге түсіп абдырап қалды. Мырзағазының жеңеше деген сөзінен кейін сәл есін жиып есікті ашып жол береді. Алдында Мырзағазы, артында ерден жай басып төрге озады. Үрпиген әйел жүнін жұлған тауықтай шам ұстаған қалпында қалш-қалш етіп тұр. Ай, Мырзағазы, мына киімдерді ілші. Бану, шамыңды әкеліп жарық қылып киінсей, деді. Ерден дауыс тіптен жайбарақат шығып. Мынау бізді жайландырып алып өлтірейін деп отыр ғой деп ойлаған Мырзағазы қара суға түскендей терге малынып, киім іліп төрге көрпе төсейді. Күзгі жапырақтай қалтыраған әйел шымылдық аяғындағы мәсімен қамзауын киеді. Шымылдық ішінде киінуге әлі келмей көйлек домбалшаң тісіне тиіп селкілдеп Жұмабай қалтырап отыр. Бану, біз аздап тоңдық. Мырзағазы үйіне барған соң келінді мазалап жүрер, шай ғой, шай ішіп кетсін. Мырзағазы күйбеңдемей шешініп отыр, деді. Ерденнің айтқан екетер кім бар? Мырзағазы шешінет, әйел шай қойға ас үйге шықты. Шымылдық ішіндегі Жұмабай тас болып қатып қалған мүсіндей секиген сұлбасы көрінеді. Алдымызға дастархан жайылып шай келді. Ерденнен бөтеніміз қалай өлетінімізді ойлап қалтыраудамыз. Ол жайбарақат шайға кірісті. Әй, Жұмабай, айналайын, киіне ғой, шай іш. Жұрағат. Шай суып қалады, деді түк болмаған қалыпта Ерден батыр. Өңмен түстен айырылған Жұмабай шала киініп, шымылдықтан шығып сәлемнің ишарасын жасады. Ерден оның ауылының әке-шешесінің амандығын сұрады. Бір кесе шайды зорға ішкен Жұмабай, аға рұқсат болса мен жүрейін, деді. Мырзағазы, мына Жұмабайды аттандырып салып, аттарыңды жайлап бала шағыңа бара ғой. Бейбі, шайыңды жинап, төсегіңді жайла, бізде Құдайға сиініп демалайық, деді. Жұмабай мен Мырзағазы бір өлімнен қалғанына сенер-сенбесін білмей, есіктен жалтақтап зорға шықты. Бұл не қылған опасыздық деген Ерден жоқ. Селтиіп не істерін білмей тұрған Бануға кел орныңа жата ғой, деді. Асыл Ерден бұл оқиға туралы ешкімге ештеңе демеді. Әйелді бұрынғыдан бөтен аялады. Жұмабайға да ешқандай қастандық істемеді. Өз ісіне өкінген арлы әйел кімді-кімге айырбастаған түсініп, 3 айдан кейін қайғы мен өкініштен көз жұмды. Оны түсінген Ерден аялап, арулап жөнелді. Ақылды әйелден айырылғанына қатты қиналды. Бұл оқиғаны Ерден өлген соң Мырзағазы егіліп отырып елге жария еткен екен. Әр адамның адамшылығы аспан мен көктей. Ерден көрші отырған ер төлек Жәукеге бір жігітін жіберіп, баулыған жас бүркіт берсін дейді. Жақсы, 1 жыл күтсін деп ол жігітті Жәуке еліне қайтарады. Жәуке мая тастың шыңынан балапан бүркіт ұстап, 1 жыл баптап баулып Иман деген жігітті жұмсап, Ерденге бүркітін жібереді. Жәуке жігітке жүрер алдында былай дейді. 2-3 күн асықпай жат, қолына бүркітті тапсырған соң сенен бұл құсыңның қандай өнері бар деп сұрайды. Сонда былай деп айт. Бұл қыранның сұлулығы өзіңдей, өжеттігі Жәукедей, ептілігі өзімдей деп өзіңді көрсет деген екен. Иман қыранды апарып Ерденге тарту етеді. Үлкендер жиналып, Жәуке жіберген ақиықты тамашалайды. Иман атақты Ерденнің құрметін көреді. Иман аттанарда: «Ау жігітім, мына құсыңның өнері бар ма?» деді Ерден. Иман Жәукенің айт дегенін бұлжытпай айтып шықты. Сонда Ерден ойланып: «Біз шаруаға кез келген тілалғышты жұмсаймыз. Онымыз қате екен. Мына Жәуке қандай ақылды, ерекше адам, әр іске адамын танып, тауып жұмсайды екен. Мына жігіт қолбала емес, өзімізбен теңдес адам екен» деп таңданып, Иманның өзіне арнаулы сый тартыпты. Жақсылар бірін-бірі бағалап, бірінен бірі үлгі ала да білген ғой. Оралған тұмар. Тайшығыра 5 қопаны түгел емденіп шеттеген ағайындарын орналастырып, елдің еңсесі көтеріліп, дәулеті молайған кезде атақоныс жалдамаға орналасуға ниет ауды. Мол сулы жалдама талайдың өзегін өртеген құтты қоныс, шұрайлы жер. Торғай даласының ең шұрайлы жері, географиялық орны қолайлы, қысы-жазы тоқтамайтын керуен жолдың үсті болатын. Шығысында Атбасар, Қараөткел, солтүстігі Наурызым, Қостанай, сыр бойына одан әрі өтетін Ташкентті байланыстыратын керуеннің 40 қатар қара жолы жалдамадағы Ақөткелді кесіп өтеді. Осындай қолайлы аймақты мекендеген Қараманнан тарайтын Жиенбике балалар мен Ырсымбет атамыздың ұрпақтары еді. Туыстық ықыласын білдірген Тайшығараға Ырсымбет балалары төбе, Тайшығараның қоңыр түбегін Ақсуаттан жоғары қарай жалдаманың оң бетінен орын береді. Алған жеріне Тайшығара жас балаларын ертіп көшіп келді. Қопаға інісі Қойшығараны жанұясымен қалдырды. Тайшығара ауылы Шақпақ көлінің айналасына 3 қара су бойына егін салып мал өсірді.
Ташкент пен Қараөткелге керуен қатынатты. Оңтүстіктің саудасы тиімді болғанмен Хиуа хандығынан үнемі кедергілерге кездесіп отырды. Тайшығара қайда болса да ел тіршілігінен шет болған емес. Көбіне ауыл арасының ірілі уақты шаруаларынан билік айту, төрелік жасау күні-түні тыным бермейтін. Төрелік сұрап арыз айтқан ағайындардың шаруасымен отырғанда бетін күн қаққан, өзін жол шаршатқан ұзын бойлы қара сұр, жарқабақты, шүңірек көзді бала жігіт кіріп сәлем берді. Басынан талай қиындық көріп, жол азабын тартқан Тайшығара жүдеу тартқан баланың ойлы жүзіне назар салып, іші жылып балаға ықыласы ауды. Бұл тегін келмеген жасөспірім екен деп ойын түйді. Қызметші жігіт шақырып, мына азаматты қонақ үйге апар, тынығып демалсын, атында өзіңді күтіңдер деді. Өзіне тура қараған жас жігіт көзінен от ұшқындап, қанатын қомдаған жас тұйғындай тез жиналып: ата, менің артымда қуғын бар, адам қанын арқалаған кінәлі адаммын, жайланып жатып демала алмайым дейді. Артыңнан 100 адам қуса да қысылма. Сенің сырың бар, жан екеніңді түсініп отырмын. Ештеңеге алаңдама, тынық. 2-3 күннен кейін сырласамыз. Сен іздегеніңді таптың, менің де жоғым табылар. Екеумізге сырласатын уақыт болады дейді Тайшығара. Бала екінші рет тіл қатпастан ширақ тұрып, қызметші жігіттің соңынан ереді. Үй ішіндегілер адам қаны бар дегенге шошып үрпиісіп қалды. Біреулері Тайшығараны ұрылар, қуғын көргендер паналайды. Мына жапшас балада адам өлтіріп, елінен қашып жүр ғой деп жорамалдады. Қазірде ауыл арасына сыпсың суық сөз тарап, көрші ауылға да жетіп, әрі асып та кетті. Жел сөз қанша жүйрік болғанымен әр нәрсенің қазығы шындық қой. Соған оралмай қайда барады. Жігіт те тынығып, жай жатпай ел таныды. Ауыл тірлігін, күнделікті істің барысымен келген жердің жағдайын өзінше шамалады. Тайшығара ауыл арасындағы шаруаларды жігіттер мен ауыл билеріне тапсырды. Қонағым демалып, жігіттің көңілі орныққан шығар деп, жұмбақ жігіттің жұмбақ жүрісін шешуге қонақ баланы, бәйбішесін және ауылдың ақсақалдарын шақыртты. Ал шырағым, кең отырып сөйлесейік, атың кім? Шырмен деді жігіт. Шешең аман сау жүрме? Көзі жыпылықтаған балаң жігіт аман сау деді. Бибісараның сенен бөтен балалары бар ма? Екінің бар деді жігіт. Шешең саған не берді? Бергені мынау деп мойнынан былғарға тігілген тұмарды шешіп алып, Тайшығараның қолына ұстады. Тұмарды қолына ұстап, иісін алған Тайшығара баланы жанына шақырып бетінен сүйді. Үй ішіндегілер аң-таң не болып жатқан түсінбесе де сұрауға батпады. Қуаныштан көзі жайнап, екі беті бал-бұл жанып балып отыр. Ал Шырмен, мына отырғандарға әңгімеңді айта бер. Мені қалай іздеп таптың? Отырғандар сенің жайыңды естісін. Біз бір шешеден үшеуміз, әкеміз дәулетті адам. Үлкен бір ауылдың иесі. Аймаққа белгілі Тайынша деген үлкен қоныста отырады. Арғынның балалары Атығай, Қарауыл рулары аралас. Нағашыларым 12 ата Атығай. Әкеміз Қарауыл руынан. Әкеміз Ақсары, екінім де әкем сияқты. Мен оларға ұқсамайым. Шешем Бибісара тобылғы торысылу адам. Мен қарасыр, қошқар тұмсық, шүңірек көз, терең қабақтымын. Мен сияқты адамдар нағашыларымда жоқ, осылай өсе бердім. Ауыл балалары ойнамай, төбелеспей тұра ма? Сондай бір шатақты інілеріме тиіскен бір-екі баланы сабап тастадым. Ауылдас болғанымен шешесі көк долы екен. Маған қаңғыған каторжниктің баласы балаларымды сабағаның не? Ойнастан туған келімсек деді. Ауыл адамдарын қой олай деме, әке шешесінен ұят болады, арманның көңілін қалдырма дегендеріне тоқтайтын қатын емес, әбден шаптығып алған. Осы оқиға есімді алып көңіліме қаяу түсірді. Ауырған адамдай меңзең болып қиналып басым айналды. Ақыры шешемнен мені кімнен таптың? Қашқын каторжниктің баласысың деп неге сөкті деп сұрадым. Шешем жылап отырып шындықты айтты. Сенің әкең Тайшығара деген торғай даласының арғыны, басына іс түсіп айдалып кетіп бара жатқанда қашып құтылуына көмектескем. Қиыншылық кезде екеуміз бір-бірімізді ұнатып аз күн бірге болдық. Сен содан менің бойыма біттің. Ол кезде ол тағдыр тәлкегіне түсіп қашқын болды. Мені қазіргі әкең айттырып қойған еді. Амалсыз тұрмысқа шықтым. Тайшығараны күтетін менде ерік те, мүмкіндік те болмады. Күйеуіме өтініш айтып туғанда сенің атыңды Арман деп қойғыздым. Адам соңына 6 сауысқан деген мақал бар емес пе? Ал сұлу әйелдің соңындағы сауысқан 40 шығар. Ол қатында сондай бір жан қой. Әкеңде алаңдығы жоқ, туған інілерің бар. Естіген әңгіме езілме, қай ақмақтың сөзін таусамыз деді шешем. Сол сен айтқан кісі осы дүниеде бар ма? Бар, бала шағасы бар. Бір рулы елдің басшысы. Балам, оның несін сұрадың, деді қиналып шешем. Мен іздеймін. Енді мұнда қала алмайым дедім.
Амалсыз көнген шешем мойнына мына тұмарды алып менің мойныма тағып берді. Осыны әкеңе көрсет деді. Сонымен шешемнен ұлықсат алып ешкімге айтпай қашып шықтым. Жолшыбай Тайшығара қайда тұрады деп сұрап отырдым. Оны неге сұрайсың дегендерге елімде кісі өлтіріп ем, қашқынмын дедім. Ол сөзімді естігендер олай болса Тайшығараға тез жет. Ол қамқор адам, ол сені ешкімге бермейді әрі тигізбейді деді. Менің әкем шын, жұрт мақтағандай болса шынымды айтып жанында қалайын, ал олай болмаса көріп шешеме, әнілеріме қайтайын деген албырттық сезімде болды. Сізге алғаш кездескенде қашқынмын, адам өлтірдім деп әдейі айттым. Менің бар шыным осы. Сөйтіп әкесі мен баласы кездесіп өз қуаныштарына өзгелерді ортақтастырды. Тайшығара баласын бауырдан басса бәйбішесі бетінен сүйіп аналық мейірім төкті. Отбасы түгел жиналып іздеп келген бауырларын ортаға алды. Ақсақалдар қол жайып баршасына батасын берді. Келесі күні баланың табысу құрметіне үлкен той жасалды. Елмен таныстырып отау көтерді. Тайшығара өз отырған өзеннің арғы бетінен қоныс беріп үй салдырды. Бұл орынды осы күні Бөжен түбегі деп атайды. Аты Шүрмен болып аталып кетті, одан Қуанышбай туады. Одан Досан, Бөжен, Досаннан Аймұқан, Нұрмұқан. Олардың ұрпақтары елдің белгілі азаматтары. Шүрменнің әкесіне тартқан ерекшелігі өжет, қайратты, тілге шешендігі. Әкесі оны ауыл арасындағы уақ шаруашылықтарға араластырмаған. Ауылдың сауда керуендерін басқарып, Ташкент, Қараөткел, Қызылжар, Қорған қалаларын аралаған. Тайшығара мен Шүрмен Бибісараны іздеп барып, екі ортада жарастық қатынастар мен сыйластық болған. Шүрмен өмірінің соңына дейін әкесінің бой тұмарын тағып жүріпті. Сұм ажал кімдерге тосқауыл жасамаған. Шүрмен де дүниеден 30 жасында өтіп, әкесі қайғы тартыпты. Тайшығара Шүрменге ел таныту, жер таныту мақсатымен қасына қос шалып, сыр бойын аралайды. Сыр бойының тарихи орындарымен белгілі адамдармен кездесіп, сәлемдесіп, сұхбат өткізеді. Жалпы қазақ даласына шешендігімен аты мәлім сыр бойы Хиуа хандығына қарағанда датқа аталған, қазақ даласын түгелге дерлік қамтыған ұлт-азаттық күрестің ұйытқысы болған Досбол Торғай даласында 4-5 жыл болып, осындағы торының балаларына да жол басшылық көрсеткен. Бір сөзінде Тайшығара, Досеке, көптен ешқайда шықпай ағайын ортасында отырып қалғаныңыз қалай депті. Қарағым-ай, хан алдына барғанда хан таппады мінімді, би алдына барғанда би айтпады мінімді. Бұл табайға келгенде итке берсін күнімді. Даумен сыртқа шығарда ақыл сұрап мазамды алады, пайдасы болып жеңіп қайтса қарамды көрмейді. Сөзімді жеткізе алмаса өзін емес мені жерлейді. Бастарына іс түскенше маңайымды көрмейді. Тайшығыр аттанарда шырағым сау бол, адамы бар, елі жоқ елі бар еді, соған сәлем айт. Елі бар, адамы жоқ елі бар еді, соған сәлем айт деген екен. Тайшығараның жанындағы атқошысы бұл не сәлем деген екен, сонда Тайшығараның айтқаны. Адамы бар, елі жоқ дегені біздің 40 мылтық атамыз. Ақылды дарынды билер көп шыққанымен шоғырланып отырған елмен көлемді жері жоқ. Елі бар, адамы жоқ дегені Ақназар туысымыз. Олан ғайыр жері бар, шоғырланып отырған елі бар, бірақ елінен танымал адамдар аз шыққан. Боранбай Тайшығарадан сәл ғана үлкен, бірақ екеуінің заманы да кезеңі де бір. Ұлт-азаттық қозғалысқа екеуі де қатынасқан. Жалдама бойына екеуі де кеш келген. Өмірлерінің көбін сыртта ат үстінде өткізді. Екеуінің қаны жақын туыс болғанымен соңынан ергендер өзге ірі руларға еселері кеткен екі рудың басшылары. Аталастарын іргесі шұрайлы қоныстарға орналастыру, шашыранды ағайынды біріктіру мақсаттар оларды көп қиындықтарға кездестірген. Біріктіруге патшаның отарлау саясаты, жергілікті басқару системасы қарсы тұрды. Болыстар ол екеуінің ізін аңдып, жоғарғы орындарға хабарлап, жетекшіл жағымпаздарға арыздар жазғызып, жазғырумен болған. Сондай шағымдар көбіне Торғай дуанында қаралғанымен, шешімін үнемі таба бермегені көпке мәлім. Өзінің Торғай дуанында ұзақ мерзім жұмыс істегені үшін кәрі ояз атанған Яковлев бірқатар беделді әрі білімді, ақылды адамдармен пікірлес, дұрыс қарым-қатынаста болды. Ауыл арасындағы даулы мәселелерді ауыл билері мен ақсақалдарына беріп қойып, өзін өздеріне салып отырды. Көпшіліктің атынан түскен арыз шағымдарды өзі немесе көмекшіл арқылы шешіп, бірқатар істерді губернияға жібермеуге тырысты. Оның осындай жылжымалы саясаты өзіне абырой әперді. Үлкен ру бастары Яковлевпен түсінісіп, өз істерінде тәртіп сақтап, көрші рулардың татулықтары жолға қойылды.
Торғай даласына Ақбалды, Тайшығара мен Боранбай кәрі Оязға сүйеніште бола білді. Олар ауылдар арасындағы барымталар мен әрі көлемдегі ұрлықтарға тыйым салып, ел адамдарына арықтар қаздырып, сулы егістікпен айналысуына мүмкіндік жасап, өздері игі жұмыстардың басында болды. Халықты отырықшылыққа бейімдеп, молла мұғалімдер жалдап, ауыл-ауылдан оқу орындарын ашты. Балалардың сауатын ашып, діни тәрбиені қоса жүргізді. Ауыл адамдар егін мен мал шаруашылығын қатар жүргізуге бейімделді. Олар жалдаманың бойынан, Шөптігөлден, Топалағынан үлкен арықтар қаздырып, суды тоқтату үшін Үшқарасу, Қызылкөл бөгеттерін салғызды. Су жүрген жүйелері күні осы уақытқа дейін сақталған. Тайшығара мен Боранбай осы жұмыстарға жалдаманың екі бетіндегі ауылдарды қатынастырып, өнімдерін сыртқа шығартқан. Халыққа қаншалықты қызмет еткенмен, олардың қарсыластары мен бақталастары жеткілікті еді. Тіршілікке жығымсыз жандар жаманшылыққа үйір болып, сөз қуатын әдеттерін істеп, ел басқарып, бірлік істеген екі қарттың үстінен шағымдар дайындап, Орынборға жөнелтті. Оны ұйымдастырушылар болыстар мен ел арасында салық жинайтын, болыстың жандай шаптар және өзінен өзгені сататын жағамбаздар болатын. Олар өздерінің жауыздық әрекеттерін жылма-жыл өрістетіп, ел ішіндегі бәле-жаланың бәрін соларға жаба берді. Ертеде Кене ханға қызмет етіп, орыс солдаттарын өлтірген, қолдарына қару алып соғысқан, үйлерінде мылтық ұстап, маңайларына ұрыларды жинап, соғыс өнерлерін үйретеді, пиғылдар жат деп те жазды. Қайта-қайта түскен шағымдар мен жасырын хабарлар көбейіп, Боранбай мен Тайшығара арнаулы тапсырмамен Орынборға жауапқа шақырылды. Оларды конвоймен жіберу Яковлевке жүктелді. Яковлев қиын жағдайға душар болды. Елге белгілі, соңдарынан үлкен рулы елдер ерген, иісі қазақтың қадір тұтатын адамдарын азғана шабармандармен айдай алмайды. Оның үстіне олар бұрын соғыста болған, топ бастаған ер жүрек батырлар. Сондықтан оларды күшпен тұтқын ету мүмкін емес. Оның үстіне олардан көрген жамандығы жоқ. Негізгі жұмыстарын түсінісіп орындап жүр. Жоғарылардікі орынсыз бұйрық, түсінбеушілік, шағымға ерген ойсыздық. Қарауындағы елдің тыныс тіршілігін түсінбей, олардың психологиясын білмеушілік, орындау қиыншылығы жүйкесін жеді. Көп сұрақтардың шешімі бұған байланысты емес. Ақыры Тайшығара мен Боранбайды сенімді адамдарды жібертіп, өзіне шақырды. Өздерімен ақылдасуды жөн көрді. Мезгіл қыс кезі болатын, екеуінде жалдаманың екі бетіндегі қыстаулардан тапты. Мән-жайды қысқаша баяндап, негізгі шаруаны Ояздың өзімен оңаша сөйлесесіздер деді. Ойбай екі әйдікті Ояз шұғыл шақырыпты. Осы жолы екеуді абақтыға қамалатын шығар деп өсекшілер ауыл-ауылға сыдыра тартты. Біздің арызымыз құлататын болды деп арыз ғой болыстары жымың қақты. Не керек, талай тон пішіліп, ойлар қырқылып жатты. Өздері хабарласқан Тайшығара мен Боранбай бір шанаға 3 ат жегіп, Торғай дуанына көп алданбай жүріп кетті. Яковлев олармен оңаша сөйлесіп, жергілікті жерден екеуінің үстінен ұйымдасқан қаралау шағымдар губернияға түскен. Олардан өзіне бұларды конвоймен әкел деген бұйрық келген. Жоғардағы басшылардың шағымданғандардан пара алып, істі ауырлатып, қателесіп отырғанын айтты. Қалай болғанда да тергеушілерге кездесіп, қолдарындағы материалдардың өтірігін шығару керек. Бұлар Яковлевтің қолында ештеңе жоғын былайша да түсінген. Айналып келгенде қазақ баласының алауыздығы мен күншілдіктің ісі екеніне көздері жетіп отыр. Құрметті патшаның өкілі Ояз, біз сіздің адалдығыңызға сеніп отырмыз. Сондықтан сізді қинамай-ақ өзіміз шақырған ұлығыңа барамыз. Барып, басын ашып алайық. Біздің елге алдыда тіршілік пен тыйыштық керек қой. Яковлев мырза, бізге конвой емес, қолымызға хат жазып, бізді жауап алатын адамға тура апаратын дұрыс қызметшіңді бер. Қолымда біз жөнінде жиналған құжаттары бар адамға жолықтырсын, содан кейін кете берсін. Осыған келісейік деді Тайшығара Оязға тура қарап. Боранбай басын изеді. Ояз ойланып қалды. Сонда Боранбай: өзіңіз де түсініп отырған шығарсыз, біз барғымыз келмесе, ауылымызбен бір түнде Қарақұмға кетіп отырамыз. Ол жақтан қанша әскер шығарса да ұлығыңыз деп таба алмайды. Яковлев: оны білем, я. Мен артымаған тиеме деп қорқып отырмын. Сонда Тайшығара: кінәлі біз ғой, сен неден қорқасың? Біз өзіміз барғалы отырмыз. Онда барғанда істі қалай шешеміз, ол біздің шаруамыз. Рас, істі ақылмен бастадың. Арғы жағында бірге шешуіміз керек, басқа сөз жоқ. Боранбай орнынан тұрып: біз дайындалып елден келгенше адамың кімге баратынымыз анықталсын, бір жетіде осында боламыз. Осы арадан бірге аттанымыз. Ояз жарайды деп бұларды қолтықтап шығарып салды. Қазақ халқының бойына біткен бір қасиеті көшуге тез жиналса, жолға да тез дайындалады. Тайшығара мен Боранбай 3 күннің ішінде ұзақ жолға дайын болды.
Жолға үсті жабық 3 шана, әрқайсысына 3 аттан жегілді. Жол қамдығы шанаға салынды. Жол тар болғандықтан 3 атты шанаға қатар жекпей, бірінің артынан бірін көсемдеп жегеді. Сонда 3 ат бірінің ізінен бірі жүріп, аттарға қарда жүру жеңіл болады. Боранбай атшыдан бүтін інісі Жүсіпті әнші, жыршы, айтыскер, ел еркесі, туысы Жан Батырды алды. Жан Батыр аспандағы аққуға әнін қосатын, кіші жүзде талай болып, өзіне тыңдаушының тәнті қылған сер жігіт. Жүсіп жасынан талай барымта мен тартысты басынан өткізген, жауды санамай айқасатын қамшыгер, даланың тағарланы. Тайшығара қасына баласы Шүрменді және інісі Жүсіп депті. Шүрменнің толысқан кезде ештеңеден беті қайтпайтын жас қыран, Жүсіп атақты сырнайшы, қобызшы, сазгер, 8 қырлы бір сырлы жігіт, ек қарт Орынборға тойға аттанғандай дайындалып сейілге шыққан адамдай жолға шықты. Қалың ауыл бұл сапардың мақсатында мәнінде түсіне алмады. Боранбай мен Тайшығара бір шанаға отырды. Жүсіп пен Шүрмен бір шанаға, Ексері бір шанаға отырды. Олар суыт жүріп Торғай дуанына соқты. Яковлев хатшысын көлігімен дайындап бұларға қосты. Жолдағы елге қона түстеніп кешкілік 2 өнерпаз қонған жерде сауық құрады. Музыканың сызылтып, әуелетіп ән салады, қобыз күңіретіп, домбыра бебеу қағып, күй шертіледі, жыр төгіледі. Олардың өнеріне үй иелері мәз, қонақтар риза болып аттансады. Қыстың қиындығын, жолдың ұзақтығын, шиеленіскен шаруаны құрмет көрсеткен үй иелері мен өнерпаздардың сауығы ұмыттырды. Ей шырағым Тайшығара, осы жолымыз тіпті бір таптырмайтын сапар, жан рахаты болды-ау. Ұзақты күнге екеуміздің сырымыз бен әңгімеміз таусылатын емес. Ол рас. Ел шаруасы өз басыңды ойлауды ұмыттырып, жаныңа тиыштық бермейді екен. Екеумізде отқа суға салып арпалыстырып жүрген азаматтық намыс қой. Иә бөрікі, біздің ісіміздің дұрыс бұрыстығын немере шөберелеріміз берер. Олардың қатары замана сырын ұғар, бізге жұққан күл-қоқыстан тазартып дәнін алар. Ол уақытқа дейін көре алмаған ағайын бір сыпыра қара күйені жағары хақ. Осының бәрі өз тігініміз өзімізде болмай, жақсы мен асыл билігі бардың жетегінде болғандықтан ау деп ойлаймын. Әлсіз пенделер бізді жамандап, жағынып күнелтпесе қалай күнелтеді? Сонда біз бөрікі надан ағайынның асыраушысы ғана емес, ойыншығы да болғанымыз ғой. Әрине, олар бізді ағалайды, өсек айтып, ұлықтарды жағалайды. Елдің 2 серкесі сұхбаттасып отырып Орынборға жетті. Бұлармен бірге келген хатшы заң орындарына кіріп, Тайшығара мен Боранбайды әкелгенін білдіріп, олардың істерінің кімде екенін біліп, бұларға хабарлады. Олардың үстінен жиналған қағаздары прокурордың аға тергеушісі Кругловта екен. Оның аудармашысы және дала адамдар жөніндегі кеңесшісі Жанторин Баймағамбеттің баласы екен. Ол әулет ертеден ұлықтарға беріліп, дала қазақтарынан паралып әбден байғандар. Атүсті болса да жағдайға қаныққан Боранбай мен Тайшығара хатшыға: сен екеуімізбен бірге Шүрмен мен Жүсіпті кеңсеге кіргіз. Мынау екеуі солардың жұмсайтын адамдар деп айтып, бізге керекті адамдарды көрсетіп кетіп қал деді. Олар айтқандай 4-еу заң орнына келді. Далада 2 шанамен Жан Батыр мен Жүсіпті қалдырды. Ат шана дайын болсын деп тапсырды. Кеңсенің маңайында бол, анау терезеге көзіңді салып отыр, қажет болса белгі береміз. Басқа да тапсырмалар берген Боранбайлар ішке еніп кетті. Кеңсенің ішіндегі үлкен дәлізге күзетші полицияның тексерумен кірген топ 2-ші дәлізге өтті. Тайшығара, Жүсіп пен Шүрменге мына хатшы шығысымен сыртқы есікке ие болыңдар. Іштен ешкім далаға шықпасын, сырттан да ешкім кірмесін. Басқа бөлмелерге де ешкім кірмесін деп өздері шақырылған бөлмелеріне өтті. Хатшы алдымен Жанторинге кіріп, одан екеуі бірге шығып Кругловқа кірді. Кердең басқан Жанторин жалтылдап, әрі тұлғалы дала қазақтарына көзде салмады. Сондай дүлейлердің талайы түрмеде зар илеген деген оймен папкасын құшақтап өте шықты. Кругловтан хатшымен еріп, оның көмекшісі кіші шенді офицер шығып, 2-ші бөлмеде мұрты едірейген шолақ штанды 2 конвой шықты. Көмекші мына қарақшыларды түрмеге апарып, жеке камераларға қамаңдар деді. Винтовкаларын кезенген 2 конвой қолдарында артқа ұстап, алға түс деп команда берді. Түсінбедім деп алға сәл жылжыған Тайшығара 2 қолымен екеуін 2 жағынан алған беттестіріп ұрып жіберді. Артынан жалт қараған көмекшісін кеудеден ұшырып жіберді. 2 конвойды шынтағымен көк желкеден салып жіберді. Екеуі кескен теректей сылқ ете қалды. Ауыр денесін еркін қозғаған Боранбай Кругловтың бөлмесіне кіріп барды. Асығыс кірген адамға жалт қараған 2 офицер тауды денесімен тостағандай, жалтылдаған көзін көрген естері шығып, қолдарымен арттарындағы пистолеттерін қармана бастады.
Бірақ аттап жетіп барған ол екеуін де орындарынан жұлып алды. Екеуін қосқан қалпында Кругловтың креслосынан жайғасып, екеуін бұтының астына бастарын қылтитып қысып отырды. Телефонды сымымен жұлып алып былай қойып, екеуінің кобурадағы пистолеттерін алып үстел үстіне қойды. Осы уақытта екі конвой мен көмекшіні сүйретіп, қолтығында екі винтовка бар тайшығара ішке кіріп, «Ау бөрікі, отырсың жайлы, екі ұлық қайда?» дейді. Олар бұтымның арасында маталарында иіскеп отыр. Тайшығара көмекшіге «Боранбай екеуміз туралы қағаздарды шығарды, маған көрсет» дейді. Үстел үстіндегі папкаларды алып көрсетті. Ол қағаздарды Боранбай екеуі қарап, столдың тартпаларындағы істертті алды. Полковник Кругловтың қалтасынан темір жәшіктің кілтін алып, ондағы қағаздарды алдырды. Бөлмедегі темір пеште ақ қайыңдар жанып жатыр. Іс қағаздардың қазақтарға және өздеріне байланыстыларын отқа салдырды. Жанынан қорыққан кіші офицер істі мұқият орындады. Бұт астында қылғынып отырған Жантөриннен бұлардың ісі туралы кімнен пара алғанын, қанша жылқы алғанын сұрап алды. Кругловқа, өзіңді және екі балаң мен әйеліңді өлтірейік пе? Болмаса бізбен келесің бе деді. Кекіреген полковниктің жаны тәтті екен. Айтқандарыңды орындайым деді. Тайшығара. Боранбай мен Тайшығараның үстінен көпшілік қол қойып жазғандары өтірік. Тексергенде анықталмады деп қаулы жаз. Губерния көлемінде ешкім тиіспесін деген екеумізге екі бөлек жарлық жазып, қол қойып мөр бас. Ал Жантөрин, сен де растап қолыңды қой. Бұдан кейін бізді іздемейтін боласыңдар. Осы уәде орындалмаса, о дүниеге аттанасыңдар деді. Ал қалай, боқмұрындар, келістік пе деп Боранбай екі аяғын қысып қалды. Жандары қысылған дауыстары зорға шығып, келістік десті. Боранбайдың тақымынан шыққан Круглов пен Жантөрин керекті құжаттарды дайындап берді. Бұлар қош айтысып бөлмеден шықты. Үлкен дәлізге шықса, Жүсіп пен Шүрмен 5 бөлмедегі адамдарды және күзетші конвойды бір бөлмеге жинап, қозғалтпай қойыпты. 3 кіші шенді офицер мен күзетші еденде байлаулы жатыр. Жанында винтовканы сүйеп қойып, Жүсіп оларды күзетіп отыр. Шүрмен кіреберіс есікпен дәлізді бақылап тұр екен. Тәжірибелі соғыс өнеріне жаттыққан офицерлер ол екеуіне оңайлықпен байлатама дегенмен Шүрмен мен Жүсіп олардың еңсесін басып, шоқпардай жұдырықтарын сілтеген. Шаруалардың тындырған төртеуі көшеге шығатын есікті ішінен бекітіп, қосалқы есіктен шықты да дайын ат шанаға мінді. Сақтық істеген олар сол күні қаладан шығып, Есет Көтібар ұлының балалары отырған Мұғатжар тауының қойнауына орналасқан ауылға бет алды. Ол ауылдың екі ерекшелігі бар еді. Есет Көтібар ұлының көтерілісі жеңіліспен аяқталғанмен, ол ауыл әлі де айбын деді. Олармен Орынбордағы ұлықтар санасатын. Екіншіден, ол көтеріліске Тайшығара мен Боранбай қатынасқан. Бұларды білетін қатарлары бар болатын. Есет ауылында бір жеті жатып, аттарды тынықтырып, өздері құрметті қонақ болып, аңға шығып, саят құрды. Тау ойнауын мекендеген ауыл қыс бойы аң аулап, бірін-бірі шақырып, қысты ойын сауықпен өткізетін. Сый құрметке бөленіп, қатарларына риза болған Боранбай мен Тайшығара елге аттанды. Жантөриндер ауылы арғымақтар баптап, ұлықтарға сыйға тартатын. Одан сыртқары атты әскерлерге жарамды аттар дайындап сатумен көптен айналысатын. Олардың арғымақтары өте бағалы және ат сүйер қауымды қатты қызықтыратын. Елден пара жинап байыған Жантөриндерден жақсы арғымақтар алу айып емес еді. Ауылдан ұзап шыққан соң жолаушылар екіге бөлінді. Соңдарында қуғыншы жоғы белгілі болды. Жүсіп пен Шүрмен екі атқа мініп Жантөриндер ауылына аттанды. Қалғандар жылжи қонып, Ақтөбеге соқпай, Шалқар көліне қарай бет бұрды. Жолдағы елдерді аралай отырып, ауылға баруды ойлады. Екі жас бөрі Шүрмен мен Жүсіп байлауда күтімде тұрған 10 арғымақты төре ауылынан алып шықты. Із тастай отырып, Самұраттың аққұмын көктей отырып, ауылдан бір-ақ шықты. Жүсіп пен Шүрменге талай кедергілер кездесті. Оны баянды міндетті емес. Негізгі тапсырма орындалды. Арғымақтар ауыл адамдардың есін алды. Мұндай малдар қайдан шықты деп көпшілігі таңырқапты. Бұлар Тайшығара мен Боранбайдың құдалықтан алған киіті ғой деді. Ауылын сағындырған екі тарлан елге келді. Жаулары жасып, ауылдары мен достары қуанысты. Әкелген арғымақтардан жақсы аттар шықты. Ауыл жылқылары жақсарды, игілікке жарады. Боранбай мен Тайшығара бұдан кейін де Орынборда болды. Олардың үстінен жазу да, күншілдік те тоқтаған жоқ. Олардың ел есінде қалған бір сапарын ғана баян еттік. Жанбатырдың осы сапары баяндалған үлкен ғиссасы болған екен. Өкінішке орай сақталмаған. Арабша әріппен жазылған ғиссаны Құран деп шала сауатты белсенділер өртеп жіберген. Жанбатыр 1930 жылдары дүниеден өткен.
Алғашқы қар түсіп ел жайлаудан қонысқа көшіп жатқан кезде бір жұмыспен Тайшығара дуанға кетеді. Сол жылы қонысқа Тайшығара ауылы сәл ертерек келеді. Шаруашылықты Оспан басқаратын кезет, билікке араласпайтын, көбіне ауыл тіршілігімен айналысатын. Сол жылы Сарыторғай бойын жайлаған Боранбай ауылы Тайшығара ауылына жақын келіп түнейтін. Ондайда салт бойынша бұрын келген ауыл көшіп келе жатқан ауылға ерулік беріп, ауыл ақсақалына сыбаға тартады. Бұндай жоралғыны ауылда қалған Оспан ескермейді. Оны айтып істететін Тайшығара жоқ. Көрші ауылдың салтты орындамағаны ұят, айып саналатыны Тайшығара ауылының қаперіне кірмейді. Тайшығара жоғында салтты ұмытып, тиісті сыбағасын беріп ескермегеніне Боранбай ренжіп, жастарға айтып, тәрбиелеген ұмытылады екен ғой. Оларды екінші жолымен тәрбиелеу керек екен деп ойлап Көшкінбайға. Оспанның өз жылқысынан бір үйір қысырағын айдатып алдыр деді. Күзетсіз жатқан Оспан ауылының жылқысынан бір үйір қысырақты айдап келеді. Келген бетте Боранбай ауылы бір-бірден сойып алады. Оспанның жылқышылары 2-3 күн өткен соң жоқты іздейді. Ұлпағар басып кеткен із жоқ, жылқы Оспандікі болғанымен Тайшығара ауылына есептеледі. Тайшығараның бір үйір жылқысын ұрлапты деген өсектер тез елге тарады. Оспан маңайда көршілерін қысымға ала бастайды. Осындай дел салдың уақытында Тайшығара үйіне оралды. Ауыл амандығын сұрағанымен, малмен де ұрланған үйірмен де шаруасы болмады. Көбіне сатқындық ағайыннан шығады ғой. Ауыл аралап жүрген Боранбайдың бір туысы сол ауылда үй басы сайын жылқының етін жеген. Бір мақтаншақтың Оспанның бір үйір семіз қысырағын сіңіргендерін желпініп айтты деп Оспанға құпиялап айтып сүйінші сұрады. Оның ойы ұрланған жылқы арқылы екі ауылды жауластыру, Тайшығара мен Боранбайдың арасына ши жүгіртіп өтті. Жанашырдың хабары Оспанға қатты әсер етті. Ауылдағы әлді жігіттерді жинап, көршілеріндегі тілектестерді жинап, Боранбай ауылынан барымта алып, кек қайтаруға дайындалды. Бұл хабарды Шүрменнің баласы Қуанышбай атасына жеткізді. Шүрмен қайтыс болғаннан кейін Қуанышбайды Тайшығара қасына алған. Мына хабарға ренжіген атамыз Оспанды шақырып, істің мән-жайын сұрады. Оспан ұрлықтың болғанын, оны Боранбай алдырғанын, олардан кек қайратын түгел баяндап береді екпіні басылмай. Ол неге алды? Соны білдің бе? Деген әкесіне, бізді басынғаны деді. Сонда Тайшығара, Оспан, сен аптық па? Қазақшылықты ата салтын ұмытып, жаныңа келген ел ақсақалына бір тайыңды қимай бүкіл елге ұятты болғаның аз ба? Тайшығараның Оспанын білімсіздік істеп, ханды қара сыбағамды бермеді деген сөз арзан ба? Өзің ойлаш, бір үйір жылқы қымбат па, әлде көргенсіз деген сүйекке басылатын сөз қымбат па? Боранбай жылқыларды алып тұрып, көргенсізден айып алып бер деп билерге жүгінсе не істейсің? Егер оның баласы мені сыйламай халық дәстүрін аяққа басса, мен Жұмабайдың 3 үйір жылқысын алдырып үлестірер едім. Ал сенің адамдарың одан мал әкеледі. Ертең олар сенен алады. Сонда екі тентек елді жауластырмайсың ба? Ақырында екеуің үшінші бір құзғынға жем болмайсың ба? Шынығынсаң Боранбайдікі сабақ, үлкеннің құрметі оның сыбағасы. Оны ұмытқан адам келер ұрпақты бұзады. Осыған ойың жетпей тобыр сайлағаның не қылғаның? Тер шығып, істің терістігін түсіне бастаған Оспан енді не істейін дейді, амал таусылып. Жоқты іздеме, адамыңды тарат. Қолыңдағы қалған малыңды бақтыр, ештеңе білмеген бол. Боранбайдың ауылына барып әкеңе сәлем бер, әкем келді деп дәмге шақыр, сонымен іс тынады. Ата салтына мән бермеген Оспан атадан сөз естіп, малынан айырылды. Бірақ өміріне үлкен сабақ алды. Бір көзі көрмей қалған Тайшығара көңілін бөлейін деп, әрі қопадағы ағайындар қар қалыңдағанша қыдырып қайт деп шақырған соң 1990 жылдың басында қопа бойындағы ағайындарға кеткен еді. Алғашқы қар түскен Боранбай 3 бидайықпен Қаракөл бойында жатқан жылқышыларға барып қайтып келе жатқанда, ауылдас ағайындарынан жақында атқа мініп, ел арасындағы уақ шаруаларға араласып жүрген пысықай 3 жігіт жалғыз келе жатқан Боранбайды көреді. Өзірі ақылдасып, қашанғы осы шалға жол береміз, бетін қайтарайық, сөйтіп өзімізге жол ашып алайық дейді. Біреу оның адамдары өзімізді құртатын шығар деп тартыншақтайды. Елерген екеуі оны келекеге айналдырды. Кәрі шалды кім керек етеді? Ағайын бізді қолдайды, оның інілері бізге ештеңе істей алмайды деп өздеріне өздері дем береді. Олар Есмағамбет, Қыдыке, Мұқтабар еді. Артын ойламаған олар жақын келген Боранбайға ат өтті ғана сәлем берді. О, жігіттер, қайдан шықтыңдар? Мына ауылдан келеміз. Жақсы, жолдарың болсын. Сізбен сөйлесетін шаруа бар. Асығыс болсаңдар жүре сөйлесейік, болмаса ауылға жүріңдер, асықпай кеңесейік.
Жоқ, осы жерде сөйлесеміз. Сонша қандай тығыз шаруа? Неге еліріп ежірейіп тұрсыңдар, деді Боранбай. Үшеу үш жағынан келіп аттарын ентелете түсіп, сен бұдан былай біздің алдымызға шықпа, үйіңде тұр. Елді уысында ұстап көпке жасаған зәбірің аз емес. Боранбай жоқ ауылдарда ешкімнен кем емес, саған айтарымыз осы. Шырақтарым, сендердің қай шаруаларыңа кедергі болдым? Маған сендердің ел билейтін болып өскендерің керек, бірақ мына қылықтарың ел бағатын адамдардың іс емес. Қайда елді білдіріп, жауды көбейтетін іс. Сендер әдепсіздік істеп мені зәбірлеп тұрсыңдар. Бұларыңды көршілер естісе ұят болады. Сүйектеріңі таңба болады. Менің сендерді қатарға қосам деп алға сүйрегеннен бөтен не зияным болды? Қысқасы, сенің енді осы елге керегің жоқ. Сендерді кім жұмсады? Бізді ел жұмсады. Онда елді жинайық. Халық алдында айтыңдар. Енді жолымды бөгеме, деді. Олар Боранбайдың атын жасқап, ілгері жүргізбей, арна тиетін сөздерін айта берді. Үшеуін үш салып құлатсам, алжыған Боранбай өз балаларымен төбелесті-ау дейді ғой естіген ел. Мына үш шірік етегімнен тартып аяғымды тістеді-ау. Менің мына елге шын қадірім кеткен екен деп ызаға булыққан Боранбай. Әй азғындар! Өзіме де сөзіме де зар болатын уақыт болар, кет жолымды бөгемей. Желкелерің қиылмасын демесеңдер, деп Ақтаңгерді тебініп қалды. Ауыр денелі Боранбайға үйренген Ақтаңгер алдындағыны қағып өте шықты. Ешкімге қамшы көтерген жоқ. Әуелде қыры кеткен елге не істесең де болмайды екен. Өзгеден көрмеген зәбірді өз күшіктерінен көрдім-ау. Үстімнен Орынборға арыз жазып бұлықтарды соңыма салып жүргендер анау. Естен танып аяғыма тұсау салып жүргендер мынау. Елді азат етемін деп 8 жылдай ірілі уақыт соғыстарға қатыстым. Басты талай қатерге байладым. Күндіз түні ат үстіндемін. Ойласам өзіме тыныштық бермеген екем. Соғыстан ештеңе өнбеген соң жер алып, егін салдырып мал ұстаттым. Бұларды ұлықтардың озбырлығынан қорғадым. Барымташы ұрлық тыйдым. Әкем өз қаржысына мешіт салды. Ауыл балаларын жинап тегін оқытты, балалар сауатты болсын деп қазаннан мұғалім, елден дұрыс молдаларды жинап, олардың еңбек ақысын өзім төлеп балаларын оқыттырдым. Қатарға қосылып етті. Енді мен артық болдым. Алда істейтін жұмыс кімге болса да жетерлік, бірақ оны түсінетін жан қайда. Қайғылы ойы батыр денесін ат үстінде езе түссе, ыза денесін дірілдетті. Жаудан даудан беті қайтпаған қайран ел атын жамылған шәуілдектердің ісіне бауыр езіліп қабырғасы қайысты. Теңдесім болып, сол айқаста өліп кетсек өкінбес едім. Олар ит деп елемегенмен өз туысымның ісі жүрегіме инедей қадалдау, деді ауыр дем алып, атынан зорға түсті. Түсі қашып өңі кеткен Боранбай ешкімге тіл қатпастан төсекке қисайды. Терең ой қалың тұманға кіріп кетті. Ағайыннан өз жан ұясынан түсінбестік көрген атақты жазушы, байлығында есеп жоқ Лев Толстой туған жерін, жан ұясын байлығын тастап бәрінен безіп, 1910 жылдар қашып шығып, мойнына дорба салып, қолына таяқ ұстап, қаңғырып жүріп, станцияның бұрышында дүниеден өтті. Олы жазушыға бірнеше томдық шығармалары құлазыған көңіліне ләззат бере алмаса, атағы мен байлығы туған жері шерлі көңілін сергітпеді. Жан ұясы байлық қуған қатын мен баласы ұлы адамды аялай алмай, далада қаңғып өлуіне жол берді. Қайратты Боранбай қайғы түбіне батпады, құлазыған көңілін басты, өзін-өзі жеңді. 70-ке ендеп енсе де қайратын көрсетіп, елге кімнің керек екенін дәлелдеуді ойға алды. Қарағымды қыс қоныс, жалдаманы жаз жайлау етуді мақсат етті. Әрі патша ұлықтарынан да шеттеу болу теріс емес деп шешті. Өзіне қарасты жердің мешітке дейінгі шығысын, Бәйтажы Қойшыбайға, мешіттен 5 тарауға дейінгі батысын ақташыларға сатып хаттады. Бұл жалдаманың сол беті болатын Тасоба, Махат, Аққұдық, Сарықұдық, Талдысайдың сырты. Өзен жағасына 5 ата 40 мылтық балалар отыратын жағалай қоныс еді. Кешегі жол кесетін батырлардың ауылдарда сол жерлерде болатын. Боранбай оқиғадан кейін 3-ші күні соңына ерген ауылды қосып алып, тайшығара жоқ болса да сол ауылға бір күн еру болып, Қарақұмның оңтүстік шығысындағы Мойын Қартаға көшіп кетті. Ол кезде қар қалыңдағанда қонысқа келетін Бесқараның балалар қоныс орнына келді. Қонысқа келгенмен жерге ие болған Қойшыбай мен Ақташылар келгендердің малын жайылымға шығармады. Ол кезде малды көбіне қыстай жайып бағатын. Шөпті аз дайындайтын жалқау ауыл, жайылған жерлеріне ақы төлеп, көпшілік күн үшін Қойшыбайға ақысыз малын бағып жалданды.
Ойға толар толмаста 40 мылтықтың құйқалы ауылдарының берекесі кетіп, малы қақпай көріп күйзеле бастады. Елді аузына қаратып жұмылдырып отырған басшымен қорған болатын қамқор жоқ. Жалы күдірейген кешегі үшеу өздерінің шаруашылығы төмендеп кімге барарын білмей дал болды. Оларға ешкімнің қолы оңай тие қоймады. Шындыққа көзі жеткен ел шулап сүйенетін адам қорғайтын қамқор таппай, әркімге жалданып жағыну жолдарын іздеді. Өз ағаларына опа бермегенді кім керек етеді? Бес қара балалар батырап, әлек қуып көршілеріне қалыңсыз қыз беріп, қыста қатты қысылды. Сол жылы қыста қатты болды, халық күйзеліп, мол шығын болды. Егістік пен шабыннан, қоныстан айырылған адамдар жазда қиналды. Тіршілік жазда жасалатын, қыста қатынас болмайтын кез, ауыл болып шығатын кірешілер ұйымдаспады. Осындай қиындыққа тап болған ел жетім қоздай әр қосаққа бір ұмтылды. Көптің атынан кешірім өтініп елге Боранбайды қайта шақырды. Бұл кезде екі көзден айырылып отырып қалған тайшығара сыңарынан айырылған аққудай жалғызсырады. Қанша тәрбиелегенмен жастар ел тізгінін тартып ұстай алмай, досты жаудан дос іздейтін кездері жиі кездесті. 1990 жылдың бас кездері қуаңшылық болып, қыс қатайып, егіншілікті ауырлаған жалқау ағайын малын жұтатып ала берді. 1905 жылдан басталған жұтаңшылдық 1914 жылға дейін болып, елде жүдеушілік пен берекесіздік етек алды. Ағайынның қатасын кешсін, мені жалғыздық жайлап алды. Енді үлкейгенде жақын отырайық деген сәлемімді жеткіз деп немересі Қуанышбайды Боранбайға жіберді. Қуанышбай атқа мініп ел арасына жүре бастаған кезі. Денесі шағын болғанымен алғыр зейінді тілмар сөзге ұста, ойындағысын тайсалмай айтатын. Боранбай ауылы баласынбай Қуанышбай мен жолбасшысын қуана қарсы алды. Сағынысқан жерлестер амандық сұрасып мәз-мейрам болды. Олардың қуанышына күнде тамылжып ай нұрын төкті. Оларды үйден үйге шақырып қонақ етіп, құм ішіне аңға шығып киік аулады. Кешкілік жастар жиналып сауық құрды. Жастар ойыны жарасын тапты. Үлкендер жастардың өнерін қызықтады. Сыйластық қаншама тәтті болғанымен елге қайтатын кезең болды. Атасының сәлемін Боранбайға жеткізгенімен ол кісі жауабына асықпады. Қуанышбайлар 10 шақты күн өткеннен кейін елге қайтамыз деп Боранбай атасынан рұқсат сұрады. Балам, қымбатты құрбымнан алтыннан қымбат сәлем әкелдің, елге сыйлы абыройлы бол. Ақмақтардың ісіне өкпелеп кетіп қалғаныма өзімде күнім. Біздің жоғымыздың елге қатты батқанын түсінем. Менде сыйлас мұңдас досым Тайшығараны сағындым. Ойыма алған жұмысымды орындап барып елге көшем деп ем. Қарағымды қыс-қыстап, жалдаманы жаз жайлайтын адамға қоныс малға өріс еткім келеді. Соның құжаттарын дайындап жатырмын. Аманшылық болса осы шаруаны орындап елге көшем. Кейінгі ұрпаққа осындай жайлы қонысты қалдыру ісімен айналысудам. Ол жақта қалғандар екеумізге де туыс қой. Енді оларды жетімсіретпеспін. Бізге өлгенше ағайынға азық болуымызды жазған ғой. Алған жеріміз олардан кейінгі ұрпаққа да несібе берер ақиқат. Қуанышбай алыстағы атасының сәлемін өз атасына сөзбе сөз жеткізді. Сәлемді естіген Тайшығара қара нарымай қиын шаруаға бас тіккен екен, тек игілікті болғай деп қалың ойға шомып. Аталас туысы Досай қажыны шақыртып Боранбайдың сәлемін Қуанышбайға айтқызды. Хабар үнсіз тыңдалды. Бұл сәлемнің ауырлығын Досай қажы түсінді. Мен жетекке түскенімді өзің білесің. Сәлем маған арналған, мен оны орындау сенің ғана қолыңнан келеді деді Тайшығара. Біршама үнсіздіктен кейін Досай өз ойын айтты. Бізге 40 мылтық балалары туыс болғанымен Бәйтажы мен Ақташы көрші. Олардың да бізге қақысы бар. Заң жолымен қарағанда олар Боранбайдан алған жерлерін сатып алды. Оны Торғай дуаны бекітіп берді. Осы екі жағдайға байланысты қысым мен жерді қайырту зорлық. Жай ағайыншылап айтқанмен малы жерге түскен күні екі жағы едірейіп шыға келеді. Үнемі арасына түсуге тура келеді. Олардың шаруасына ұдайы араласу қисынсыз. Сондықтан Ақмолданың ауылынан мешіт салдырсақ. Дәндібайдың ескі мешіті құлады. Жаңа мешітке Ақмолданы етсек, ол ауылда, оның маңындағы ауылда қозғалмайды. Ортақ мешітте Бәйтажылар мен Ақташылардың балалары оқып сауатын ашады. Мешіт құдай үйі, құлшылық орны, бәріне ортақ. Көршілік қалып сақталып, рухани түсіністік болар. Рухани түсіністік болған жерде жер таласы онша орнай қоймас деп ойлаймын. Досайдың бұл ойын Тайшығара қуана қостады. Жері Бәйтажы мен Ақташыдан, мешіт 40 мылтықтан. Бұл үш бұрыш татулық бұрышы болады. Ал Досай, осы істің басы қасында бол. Мақұл деді Досай. Мешіттің салынуына жұмсалатын мал мен қаржы бізден болсын. Бұл айға ағайындар да қарап қалмас, мешіт ортақ жұмыс қой, сізбен кейінде хабарласармын деді Досай.
Ақмолда Дәндібай қажының мешітінде оқып, оқымысты ұстаздардан дәріс алған, барлық өмірін бала оқытуға арнаған инабатты адам еді. Орта дәулеті бар, мал мен дәулетке қызықпайтын тағылымы мол жан екен. Шын аты Мұқамбетқали болғанмен, түсі де ақ, ісі де ақ болғандықтан халық Ақмолда атап кеткен. Інісі Мұқамбетжанның түсі қара екен, соған қарап оны Қарамолда деп атаған. Ол әулет діни оқыған, сауатты әулет болыпты. Ақмолдадан бір қыз бар еді, қазіргі Мекебайдың шешесі, Мұқамбетжан Қарамолда. Досай қажының мешіт салдарамын деген ауылы осы Ақмолданың ауылы еді. Жалдама өзенінің оң беті. Қалың қоныстанған көп ауылдың ортасы. Досай ауылынан 3 километр, Тайшығар ауылынан 3 километр, Байқойшыбай ауылынан 4 километр, Ақташылардан 5 километр, Құдабай ауылынан 4 километр, Мақат Иірім қоныстарынан 5-6 километр шамасында. Тағы да басқа ауылдар да осындай қашықтықта. Досай Ақмолданы алдырып, Тайшығара алдында болған шешімді хабарлап, Боранбайдың оған айтқан сәлемін жеткізді. Осы шаруашылыққа сенің ауылыңды дұрыс деп келістік. Мешіт салуда жұмсалатын мал мен қаржыны бізден аласың. Оның сыртында ағайыншылық көмек болса, мешіттің кейінгі шаруашылығына жаратарсың. Құрылысқа керекті адамдарды өз ауылыңнан ізде. Алла амандығын берсе, күзге дейін мешіт салып, іске қосайық, деді Досай. Игілікті іске кім қарсы болады? Қабырғасына жергілікті материалдар дайындалды. Керекті ағаш материалдары Аманқарағайдан әкелініп, ағаш шеберлері еденді, есік терезені, шатырды қолдан дайындап, қазан айында ортақ мешіт дайын болды. Мешіттің ашылуына арнаулы малдар сатылып, ат шаптырып, той өткізбекші болды. Жұма күні жұма намазын мешітте оқып, жамағатпен мешіттің иесі иман сайланбақшы еді. Қонақ күту, той өткізу, оның жабдықтарымен Ақмола ауылы айналысып жатқан болатын. Бұл хабарларды сырттай бақылап отырған Құдабайдың Оспаны өз ауылынан 20 шақты адамды ертіп әкеліп, мешіттің есігін өздері ашып, жұма намазын оқып, өзін иман сайлап, мешітке ие деп жариялаған. Оспанға қарсы келе алмай Ақмолда ауылы әлек-мәлек болып бейнетін біз істедік, басынған Оспан зейнетін көретін болдау, деді қамығып. Ақмолда сабыр сақтап, бәріміз бір 40 мылтықтың баласымыз ғой, бірақ көпшіліктің қатынасуымен шешілу керек еді. Сырттан келетін қонақтарды қатынастырмай намаз оқып, дайын мешітке басып кіргені оқымысты молдаға жараспайтын іс болды, деді сыр білдірмей. Түске қарай шақырылған қонақтарды айналадағы ауылдарда мешіттің ашылу құрметіне тойға жиналған. Қалың топ тізгінін тартып, арнаулы үйлерге түсіп, той қамына кірісіп жатыр. Оспан молда қолындағы аз адамдармен мешітте емденіп, мешітке берілген садақаларды жинауға кірісіп жатыр. Оспанның озбырлығын ауылынан келген Досай қажыда естіді. Мына жағдайды естіген адамдар таңдай қағып, жағасын ұстады. Кейбіреулері мұның арты қызық болады деп жорамалдады. Құдабай әулет тасыған екен деген сөздер шықты. Досай қажы келген қонақтарды бастап ішке кірді. Хабаршы сапқа тұрыңдар, мешітте жұма намазы оқылады деп жар салды. Азғана тобымен төрде отырған Оспан, бір күнде мешітке 2 рет жұма намазы оқылмайды, мен имам болып оқыдым, деді. Досай: Оспан шырағым, аз тобыңмен намаз оқып, өзіңді өзің имам сайлап, неден қысылдың, деді. Мына халық саған арнап мешіт салған жоқ. Шын дінге жанашырлық істесең, ауылыңа мешіт салып ал. Әйтпесе жұртты да, мешітті де ойыншыққа айналдырмай жөніңді тап. Сонда Оспан: сіз шариғатты қараңыз. Мешітке имам болатын адам көрікті әрі білімді болу керек. Осының екеуі де мына менің туысым Ақмолдада жоқ. Сондықтан бұл мешітке имам болып әрі иешілік жасауға мен лайықпын, деді. Сонда Досай: мына қауымға сенің білімің емес, Ақмолданың адалдығы керек. Көпшілікке сенің көркің емес, Ақмолданың ағысы керек. Адам бетімен емес, ісімен, мінезімен көрікті. Халық шулап қоя берді: бізге Ақмолдадан артық имамның керегі жоқ. Мешіт салуда Ақмолданың зор еңбегі бар. Жүрегі адал. Оспандікі бұзықтық, озбырлық. Ол өзін өзі имам сайлап, құс жаманы көкек болды, деді. Халықтан сыбақ алған Оспан мешіттен шығып кетті. Діни рәсімдер жасалып, Ақмолда имам әрі мешітке ие болды. 1929 жылға дейін ауыл балалары мешіттен дәріс алды. Сан адамдар сауат ашты. Осы мешітте бірнеше молда балаларға дәріс берген. Ел арасы ашылмай, жер дауы тоқтап, мешіттің айналасындағы ауылдар қалыпты тіршілігін жалғастыра берді. 1916 жылғы патша үкіметіне қарсы соғыстар мен қозғалысқа осы аймақтан 4,5 мың адам қатынасқан. Оның ішінде осы мешіттен 100 адам қатынасқан. Ақмолда мешіті ауылды біріктірген кіндік сияқты болды. 1929 жылы діни адамдарға жаппай репрессия болғанда Ақмолда мешіттен 9 адам түрмеге қамалып, Қостанайдың ақ түрмесіне айдалған. Соның ішінде Ақмолда, Қарамолда, Жүніс молда тағы да басқа бар. Олардың тағдыры белгісіз,
елге қайтып оралған жоқ. Сыйласқан қарттар елді біріктіретін игі істерді осындай жолдармен де атқарған. Жалғасы бар.